шеңберде тұрған болсақ, қазір осы жерде топқа бөлінген психологиялық болса, бүгінгі психологиялық ахуал қалыптастырып алып, бірінші сабаққа деген бір-бірімізге жақсы тілек айтайық. Ал Сәкен, бүгінгі күніне сәттілік. Бүгінгі сабағыңыз сәттілік. Бүгінгі киіміңізге өте жақсы. Почему? Бүгінгі оқуыңызға өте жақсы. Бүгінгі күніне сәттілік. Бүгін өте сұлу болып тұрсың. Бүгінгі күнде тағы. Бүгінгі сабағына салып кетесің. Жақсы, жарайсыңдар балдар. Ал балдар, қазір бәріміз бірге осы жерден топқа бөлінеміз. Қолымда менің қима қағаздарым бар, содан бір-бірден аламыз да, осыны құрастырамыз. Яғни сіз алың. Ала қойың. Бір-бірден аламыз. Қан ала қойың. Қолдар ала қойың. Жақсы. Құрастырамыз. Қане, топтарға барып жайғаса, сосын құрастырасыздар. Бізде қанның жасушаларының суреттері шықты, яғни қан элементтері. Енді осылай бізде топқа бөлеміз. Бірінші бізде нені суреттеген? Эритроциттер. Жөндеп қойып аламыз. Екінші лейкоциттер. Үшінші бізде тромбоциттер. Ол үш топқа бөлінеді. Енді балдар, үйге бізде қандай тақырып өтеді өткен сабақ? Жүрек қан тамырлары екен. Яғни сіздерге қазір тақтаға қараймыз. Тақтадан сұрақ болады. Олай болса, үй тапсырмасын бейне жазба арқылы сіздерге сұрақ қояды. Сол сұраққа жауап береміз. Ол үшін тақтаға қараймыз. Сұрақ қойылады сіздерге, соған жауап береміз балдар. Benim çağımızdan bir sizdeki koyatın kardeşi sınavlarım var. İlkiyat olan insanı cevap verir. Birinci sınav. Yıl avlaşkan aynamış yüzü kayıhazada kayıp olur. Ең алғашқы жүйесі қайда болды? Адын айтты. Дұрыс жауабын тыңдаймыз. Yedinci sıra, yeni usaktan tanımlar kalaya dolar. Ең ұсақ қан тамырлар қалай аталады? Жарайсың, жанарай. Келесі сұрақ. Üçüncü sıra, ağzadağı yürümeden kancanın kalaya dolar. Ағзадағы бауыржан. Dürüst cevap, arteriye. Артерия. Жарайсың, бауыржан. Келесі сұрақ. Üçüncü sıra, kök tamırdan kanday kan yürür. Көк тамырда қандай қан жүреді? Жоқ. Көмір қышқыласына қанттан қан жүреді. Бір жауабымызды алайық. Dürüst cevap, kızılmıştır gazına kan kanlar. Соңғы сұрағымыз. Üçüncü sıra, kan bakşalar var, kan tamır kalaya dolar. Әйгерім айтсын, үшінші топтар. Жоқ, дұрыстап айтамыз.
Kılıçdaroğlu Yılmaz. 6. sıra Ege'nin bağlı dedik. Jülük kabaklarının tanesi. Jülük kavatları. Jülük kavatları. Jülük kavatları. Duruş altında. İlka, Endeka, Mülka. Susmalar. Birinci birikler. Bizimler akım var. İnsan sıratlarına cevap bildiğimiz Балдар, енді барлығымыз тақтаға қарап, тақтада бізге сурет берілген, иә? Бұл жерде қандай ұқсастық, қандай айырмашылық көріп тұрсыздар? Мына екеуі бірдей, иә? Ал мынаусы екіншісі. Енді неге ұқсайды? Неге ұқсайды? Ненің суреті? Жүректің суреті. Олай болса, балдар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қан айналым жүйесі және үлкен және кіші қан айналым шеңберлері. Бүгінгі күнді жазып, бүгінгі күннің жарын жазып, тақырыпты жазамыз. Яғни, балалар, бүгінгі біздің сабақта түсінетін сабақ мақсаты жануарлардың ашық және тұйық қан айналым жүйелерін сипаттаймыз. Екінші, жануарлардың қан тамырлар жүйесін үлкен және кіші айналым шеңберлерін ажырататын боламыз. Үшінші, тамырлар жүйесінің құрылымдық қызметін сипаттайтын боламыз. Олай болса, балдар, қазір видеоролик қараймыз. Жаңа сабақты түсіну үшін. Жақсы балдар, біздер видеоролик қарап алған болсақ, балдар, енді тақырыпты толық түсіну үшін сіздерге тапсырма беремін. Сол тапсырманы орындап толық түсінуге тырысамыз, иә? Ол үшін бірінші топ сіздерге үлкен қан айналым шеңберін сипаттайтын боласыздар. Лейкоциттер тобы сіздер кіші қан айналым тобын сипаттайтын боласыздар. Эритроциттер тобы сіздер адамның жүрегінің қызметін сипаттайсыздар, иә? Циклдік қызметін анықтайтын боласыздар. Жақсы, сіздерге 5 минут уақыт. 5 минут уақыт жете ма? Балдар, олай болса, сіздер бағалау парақшасы беремін. Осы бағалау парақшасы арқылы бағаланатын боласыздар. Ол үшін бірінші топ басшысын тағайындап алайық. Бірінші лейкоциттер тобы. Сіздерде топ басшысы кім болады? Жанайым. Топ мүшелеріңіздің атын жазып шығасыздар. Лейкоциттер тобы. Сіздерде кім топ мүшесі? Көркем. Топ басшысының атын жазып шығамыз. Үшінші топ тромбоциттер. Сіздерде кім болады? Жанарай. Жазып, бағалап отырамыз. Дайын болсаңыздар, қай топтан бастаймыз? Кім? Сіздерде қолдан көтеріп бүйтіп жанып отырыңдар. Сендерден сұрайды, балдар сөйлеп тұр ма, не істеп тұр деп. Жақсы ма? Так. Қай топ дайын бірінші? Эритроциттер тобы, яғни сіздерге қандай берілді? Келе қойыңыз. Үлкен қан айналым шеңберлері. Бәріміз шығамыз. Айналып тұра қойып. Ары қарай үшеу, бері қарай үшеу тұрамыз. Бері қарай үшеу, ары қарай үшеу. Алдынан түсіріп жатыр. Ертеңіз беріп тұр. Кім бастайды бірінші? Индира.
Баста. Бізге берілген ең үлкен қан айналым жүйесі ол жүректің ең ірі мықты қан айналым жүйесі сол жақ қарыншадан басталады. Келесі. Осы жерде ең ірі қан тамыр қолға Көрсет. Это қолға. Қолға тамырлары. ең ірі қан тамыр қолға лифт деп аталады. Жүректің ең мықты және ірі бөлігі ол сол жақ қаншадан басталады. Үлкен қан айналым жүйесі сол жақ жүрекшеден аласталады. Адам қолға қан жасушалары сияқты болмағандықтан жоғарғы жасуша ол төмен ірі вена қан жасушалары болады. Сол жақ қаншадан бастап ұлпалар мен жасушалар денелердің арасынан өтіп, оң жақ жасуша құйылады. Көрсетті ме? Көрсет. Қолымен көрсет. Яғни біздің бүкіл денемізге баратын осы үлкен қан айналым шеңбері екен. Жақсы. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Жақсы, олай болса, екінші бізде лейкоциттер тобы. Дайынбыз ба? Келе қойың. Сіздерде не берілді? Кіші қан айналым жүйесі. Кіші қан айналым жүйесі жалпы ол оң жақ қарыншадан басталып, өкпеге жалғасады да, одан кейін сол жақ жүрекшеге айналып, кіші қан айналым жүйесі жүріп отырады. Айналып яқтып, ұйықтап. Сол жақ жүрекшеге жетеді. Жүрекшеге келіп құяды, Жүрекшеге келіп құяды. Ал кіші қан айналым жүйесі ол өкпе арқылы өтетін болғаннан кейін оның өкпелік шеңбер деп аталады. Өкпелік шеңбер. Бізде екінші атауы өкпелік шеңбер екен. Қан қалай жүреді? Кім көрсет? Ақбота, көрсет. Ақбота, қалай жүретінін көрсетіп жіберген сен? Бізде бұл оң жақ қарыншадан басталып, осылай айналып, өкпеге барады. Және де өкпеден айналып, бізде сол жақ жүрекшеге келіп құйылады. Жарайсыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра қойың. Ал үшінші топ тромбоциттер сіздер келе қойың. Басынан бастап айтамыз, адамның. Адам жүрегінің бөліктері кезектесіп жиырылады. Ең алдымен екі жүрекше, содан соң екі қарынша. Жүрекшенің жиырылуына 0,1 секунд, ал қарыншаның жиырылуына 0,3 секунд жұмсалады. Жүрек пен қарыншаның босануына 0,4 секунд уақыт жұмсалады, және де жүректің жалпы жиырылып босануына 0,8 секунд уақыт кетеді. 65 рет соғады. Жүректе жүрекшелер жиырылған кезде қанды кері жібермейтін қақпақшалар болады. Сол жақ бөлігінде қос жақтаулы, ал оң жақ бөлігінде үш жақтаулы қақпақшалар бар. Қарыншалар мен қан тамырлары арасында ай тәрізді қақпақшалар болады. Оның қызметі қандай? Бізге түскен қанды ұстап тұрушы, Жақсы, жарайсыңдар балдар. Жақсы, отыра қойып. Ал жақсы балдар, жарайсыздар. Екінші тапсырма бізде жұптық жұмыс, жұп болып орындаймыз. Ол үшін бірінші кіші және үлкен қан айналым шеңберінің артықшылығын жазасыздар сіздер. Екінші топ сіздер кіші қан айналым шеңберінің кемшілігін жазасыздар, таратып бер. Үшінші сіздерде тұйық және ашық қан айналым жүйесі бар, соның жануарларды реттеп жазамыз. Жақсы ма? Суретке қараймыз, суретте бір-біріне сәйкестендіресіздер. Бір-бірден таратып бересіз. Тапсырманы мына дескрипторға қарап, екінші тапсырманы балалар мына дескрипторға қарап орындаймыз. Жалпы ұпай 3 ұпай. Апай, қағазын өзіне жазып па? Апай, қағазын өзіне жазып па? Жаз қағазын. Артықшылығына соны жазасыңыз.
артықшылығын жаза қойыңыз сіздер. Кемшілігін бізде лейкоциттер тобы жазады. Ашыққа қайсысы жатады, тұйыққа қайсы жататынын жазамыз. тұйыққа ашыққа Болдыңыздар ма сіздер? Тромбоциттер тобы. Болған болсақ, балалар, қасымыздағы екінші жұпқа беріп тексертеміз. Болсаңыздар тексертеміз. Екінші жұпқа беріп. Осы жерде балдар, айта қойшы, қайсысы бізде ашық, және қандай жануарлар бізде ашық, қандай жануарлар тұйыққа жатады. Ашыққа көбелек, қандай жатады, тұйыққа балық, қос көрпе жатады. Дұрыс, жарайсың, Нұрия. Болдыңыздар ма? Тексердіңіздер ма? Бізде кемшілік еді ғой. Қандай кемшілік бар? Оқи ғой, Адина. қарапайым құрбан Бір оқы. Дауысын шығар, әдемі оқы. қарапайым құрбан энергия шығынасы. Дұрыс, энергия шығыны аз болады екен. Жақсы. Сіздерде қандай артықшылығы бар? Қан жоғары. Айта ғой. Қан жоғары астында айнала оттегі мен қоректік заттарды тиімді жеткізеді. Жоғары тиімді әрі үлкен жануарға қолайлы. Дұрыс, қолайлы екен, Жақсы. Қанның айналу жылдамдығы жоғары, ағза тіндерін тез қоректендіреді. Жақсы. Жарайсыздар балдар. Топ басшысы бізде 3 ұпайлық балмен бағалап отырамыз. Топ басшысы. Олай болса, біздегі 3-ші тапсырмамыз. Бірінші топ сіздерге тест беремін, екінші топ биологиялық диктант, үшінші топ сіздерге шындық және жалған. Сіздерге шындық жалған. Тромбоциттер тобы сіздерге биологиялық диктант. Бір-біріне таратып алайық. Ал бірінші топ сіздер тақтаға келіп тестті орындаймыз, Екі бал, Балдар, болған болса, бізде бірінші топ біртіндеп келіп тапсырма орындаймыз. Тест. Бауыржан келе ғой. Тест білеміз ол қалай орындайтынын. Басау. Айналымның үлкен шеңбері қайдан басталады? Бас. Дұрыс. Екінші қайжан, отыра ғой Бақжан, кел. Екінші тест. Қай бөлігінен аяқталады? Қан айналымның кіші шеңберді деп тұр. Жүректің қай бөлігімен аяқталады? Жүрекше бар ғой, жүрекше бар. Келесі, отыра ғой. Кел. Үшіншісі, кіші қан айналым шеңберінің екінші атауы қалай аталады? Жарайсың. Келе ғой. Құралай. Күтейік. Таңдаймыз біреуін. Құралай. Анда шеш құралай. Дұрыс екен, 200 ұпай жинаптыр. Енді келесі сұрақ.
қан айналым шеңберінің жүру жолына қанша уақыт кетеді? Басал. Жарайсың. Келе оқ, Жанай. Өкпе артериясында қандай қан жүреді? Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыздар. Бізде жұптық жұмыс 2 балмен бағаланады. Келе ғой. Үлкен қан айналым шеңбері қызметі қандай? Бүкіл денеге таратушы екен. Жақсы. Жарайсыңдар. Енді биологиялық диктантты осы жерден де қарап жерге. Сіздерде біртіндеп келіп орындаймыз. Келе ойыңыздар. Бізде биологиялық диктант. Адасқан сөздерді табуымыз керек. Жүргіз. Тексереміз. Дұрыс болды ма? Жақсы. Келесі, екінші. Динара, келе ғой. Қан айналымның кіші шеңбері немен аяқталады? Сол жақ жүрекші. Сол жақ жүрекшемен аяқталады екен. Тексереміз. Жарайсың, Динара. Келе ғой. Бізде өкпе артериясында вена қан қаяқта жүреді? Тексереміз. Дұрыс, жарайсың. Үшінші, келе ғой Жанайым, Айгерім. Кел, Айгерім. Олай болса, балдар, енді біздер жаңа жауаптарымызды тексереміз. Тексеріп алайық, шындық жалғанды және тез, одан кейін биологиялық диктант. Шындық жалған сіздер тексере қойыңыздар. Жаңа биологиялық диктантты орындадық қой, орнынан адасқандармен. Жалпы ұпай балдары, оларда 2. Жалпы ұпайымыз 2 балмен бағаланады. Топ басшылары бағалап отырамыз. Бағаладыңыздар ма? Балдар, олай болса, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, біздің сабағымыздың мақсаты болған, яғни жануарлардың ашық және тұйық қан айналымдарын ажырата алдық па? Екінші, жануарлардың қан айналым жүйесін үлкен және кіші қан айналымды білдік па? Үшінші, тамырлар жүйесінің құрылымдық қызметін сипаттай алдық па? Жарайсыздар, балдар. Олай болса, бізде кері байланыс, яғни сіздерге бүгінгі кері байланыстар өте жақсы түсіндім. Және жақсы түсіндім, алдағы уақытта да білгім керек дегенде алдарыңызда санаулы уақыттарға өздеріңіз бүгінгі сабақта түсінгендеріңізді жазып білеміз. Соны жастармен сұраймын. Жаза қойыңыз. Бүгінгі сабақта түсінгендеріңізді жаза қойыңыздар. Сосын жабыстырамыз. Кән? Арасында 2 өлі ғой бәш. Меқта 2 түсінгендеріңізді бір сыпыр айтайық, Қоржын? Мен бүгінгі сабақта қан айналымы туралы білдім. Жақсы. Жанайым? Мен бүгінгі сабақта өкпенің шеңбері, екінші аталы өкпенің шеңбері. Жарайсың. Кім? Бекасыл, келе ғой, бұл. Кел, жабыстырың. Орындама, кел, жабыстырамын. Құралай, сен не түсіндің бүгінгі сабақта? Бекасыл, екінші топ сіздерде болауын. Кел, Адина, Жанна. Қандай сенікі не түсіндің бүгінгі сабақта? Ағзаның ең ірі қандарлығы ол артерия. Кел, барлығын жабыстыра салың. Болып жатыр. Кел, жабыстырамын. Жақсы. Жарайсыздар, балдар.
Жақсы, жарайсың. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бізде сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, бағалау парақшасын бере қойыңыздар. Болды ма? Жақсы. Олай болса, балдар, бағалау жіберейік. Бірінші, эритроциттер тобы. Эритроциттер тобы. Жанайым 10 ұпай, Бауыржан 10 ұпай, Құралай 9 ұпай, Индира 10 ұпай, Еркеназ 9 ұпай, Қайыржан 8 ұпай. Екінші бізде лейкоциттер тобы. Сандуғаш 8, Көркем 8 ұпай, Бегар 8 ұпай, Адина 10 ұпай, Сәкен 8 ұпай, Ақбота 8 ұпай. Бізде ең соңғы топ, олар тромбоциттер тобы. Яғни Жанарай 9 ұпай, Айгерім 9 ұпай, Нұрия 10 ұпай, Жанат 5 ұпай, Динара 10 ұпаймен бағаланды. Жарайсыздар балдар. Олай болса балдар, сіздерге үйге тапсырма. Олай болса балдар, үйге тапсырма, қан айналым жүйесі, үлкен және кіші қан айналым жүйесін оқимыз. Және 85 сөзден тұратын эссе жазып келеміз. Жақсы ма? Сау болыңыздар балалар.